Бұхара қаласында Ибрахим оқунды медресесінде жатырмыз. Ассаламу алейкум. Тақтай қалай? Кішкене отель жайлы айтып жіберші, тарихы кішкене өзіңнен естейік. Mehmonxonamiz 18-asrda qurilgan. Birinchi bo'lib madrasa bo'lgan. Bu yerda butun Osiyodan kelib Qur'onni o'rgangan musulmonlar. Birinchi etajda Qur'onni o'rganilgan, ikkinchi etajda chiqib dam olgan mehmonlar. Keyin o'zgargan, keyin masjid bo'lgan. Masjid davrida ham o'sha madrasani mavqei juda yuqori bo'lgani uchun juda ko'p odam kelib bu yoqda namoz o'qilgan. Undan keyin karvonsaroy bo'lgan. Karvonsaroy vaqtida bu yoqda faqat savdogarlar turgan. Savdogarlarning tuyalari nimada eski shahar tomonda turgan, eski shaharda turgan. O'sha yerda maxsus joylar bor tuyalar uchun. Hozir u joylar magazinlar shunaqa joy bo'lgan. Keyin Sovet davrida yopilgan, hamma joylar buzilgan, singan, holatlar kelgan. Buzilgan, singan suratlari. Shundan keyin mustaqillikdan keyin ochilgan, lekin holati juda ham yomon bo'lgan. Жөндеу жұмыстарының нелер суреттері. 2015-yilda hozirgi gazin egasi ijaraga olgan. Bu yerni 2015-yildan 2018-yilgacha bu yerda ustalar ishlagan, 3 yil tinimsiz ishlagan. Keyin 2018-yildan shu holatga kelgan. Ya'ni 2018-yildan buyon mehmonxona sifatida faoliyat yurityapti. Hozir UNESCOda turadi. Hozir biz o'sha Atelдің аты Оқун Караван Сарай. Ибрагим Оқун madrasasi bilan Google'dan topishlaringiz mumkin. Ismim Elbek. Shu mehmonxonada menejer lavozimida faoliyat yuritaman. Ko'p rahmat. Тамаша тарихи орын. Мынау солай қалпына келтірілген есік пе, әлде бұрынғы есіктердің фрагменттері ме? Bu o'sha ichkari tomoni, bu o'sha eski oldingisi, просто ramkasi, korobkasi yangi. Bu hammasi eski, ana bu ham ana bular ham o'sha vaqtdagilar. Түсініктіміз мынау. Бұлай іштен салынады, құтталады. Көп рахмет, рахмат. Біз қаланы қазақстандықтарға Бұхараны таныстыруға бара жатырмыз. Қазір 18 ғасырдағыдай керуен сарайдан шығамыз. Ойбай қалай, есік. Өзімізге қарай ашып, керуен сарайды ашып шығамыз. Мынау есік. Айтып келе жатырмыз, мынау есік. Ер адамдар былай темірді қағады, Темір. Мис бұл. Енді. Мис. Әйел адамдар ағашты қағады екен. Қайырлы таң, қазақ елі. Бүгін сіздерді орта ғасырлық Бұхарамен таныстырамыз. Бұл жерде мақале қаланың толықтырылған, қалпына келтірілген, толық сақталған объектілері, локациялары бар. Мемлекеттің қорғауында ЮНЕСКО-ның тізіміне кірген 140-тан аса қалада ғимарат бар. Сондай ғимараттардың бірі Естез медресесі 19 ғасыр. Қазір археологиялық музейдің рөлін атқарады. Кіріп көрейік. Бағасы қанша? Медресеге өте көп Бұхарада. 80-ге тарттым. Біз білеміз, біз білеміз. Бұхарада көптеген ғалымдар, танымал адамдар, ақындар өмір сүрген. Солардың бірі Ибн Сина. Археологиялық мұражай дейді. Ассаламу алейкум. Археологиялық музей ма? Өзбекше білмейсіз ба? Это археологический музей, да? Это не музей. А что это? Тут. Вот здесь. На русском. Действующий медресе? Можете вот в 2 словах сказать? Ладно? Не хотите, не надо. Жаңағы көрген кісіміз археология мұражай емес деді. Бізге археология мұражай деп көрсеткен. Енді бір-екі ауыз сөзбен қазір қандай қызмет атқаратын сұрасақ, орыс тілінде бізге жауап бергісі келмейді. Өзбекшеде сөйлегісі келмейді. Жақсы, ең бастысы мұражай емес деді, бірақ қандай қызмет атқаратынын айтпайды. Егер бұйырып жатса, археологиялық мұражайды тауып та қалармыз. Ондай жағдайда міндетті түрде ол мұражаймен танысамыз. Қазір мына біздің жатқан қонақ үйіміз. Қонақ үйден бірден көшеге шығамыз. Бұхараның орталығы. Қаланың басты көшелерінің бірі. Аяқты аттап басқан сайын қандай да бір
орта ғасырлық тарихи ғимаратқа кездесеміз. Мына жерде де медресе Дамулла Хасан 19 ғасыр. Алдымызда қазір сауда орны, бұрынғы тілмен, орта ғасырлық тілмен айтқанда керуен сарай. Бұл бұрын, қазір сауда орны бұрын мешіт болған. 18 ғасыр. Көкелай Форт мешіті. Мешіттер, медреселер, қонақ үйлерге және сауда орталықтарына қазір айналған. Біздің өзбек көршілеріміз көне нысандарды, орта ғасырлық нысандарды өз орнына жақсы пайдалануда. Тағы бір ғажайып нысан. Қалада Захаш деп аталатын су жүйесі болған. Ол үлкен терең арықтардан тұрады. Осы жүйе арқылы жер асты суын жинап, жерді құрғатып отырған. Құтандар су арналары көп кезінде Бұхараның сәніне айналған киелі саналады. Ол төбеге ұя салса, береке, бақыт әкеледі деп құрметтеген. Қазір арналар көміліп, сумен бірге құтандар да жоқ болған. Содан қалған Бұхараның белгісі құтандар пішініндегі қайшыларды тек Бұхарада жасайды. Медресе Күкалдош 16 ғасыр 1568-1579 жылдар мемлекеттің қарауында. Шын көріп кетейік. Hello. Insum? Insum, seni tutar insum. Қазір өз саяхатымызда 4-ші қалада жүрміз. Бұхарада әр қала өзінше ерекше, өзіне тән ғажайыптары бар. Бір нақышта салынғанмен де, медреселер де, мешіттер де нақты қараған кезде бір-біріне ұқсамайды ерекшеліктер болады. Қазір сауда орындарына көбісін айналдырып қойған. Күмбезінде терезелерді бірінші көріп тұрып, қазір кездескенде күмбездер жабық болды, ана терезесіз. Сауда орындағы сатылатын заттар бірдей. Ұлттық нақыштағы шапандар, халаттар, сөмкелер, кәдесыйлар. Енді бағалары туристерге арналған. Бұл портал, медресенің порталы, жаңа көргеніміз. Ішкі беті. Ішкі беті әдеттегідей 2 қабатты, ортада үлкен алаң. Тарихи нысандарды заманауи мақсатта бұрынғы түрлерді сақтай отырып, өте ыңғайлы, өте үйлесімді пайдаланып отыр. Қалада туристер өте көп, шетелдік туристер. Көкілташ медресесінде Бұхар жырау білім алған. Қарсы алдымызда таңғажайып Ләбек хауыз. Ләбек хауыз оң жағымызда кездеседі. Бір ғажабы, осыдан бәлен ғасыр бұрын Ләбек хауыздың маңайы қайнаған өмірге толы болған. Маңайда керуен сарайлар, мешіттер орналасқан, қызу өмір жүріп жатқан. Қазірде де сол қызметін
өзгерткен жоқ. Маңайда сауда орындары, қонақжайлар, мешіт, медресе және сол ғасырлардағы нысандар әлі тура осыдан 500-700 жыл бұрынғы қалпында біздің көз айымымызға айналып тұр. Хауызға жақын барайық. Дәл осылай бәлен ғасыр бұрын адамдар хауызды айнала қоршап серуендеп, демалып, тынығып, тамақтанып, мешітке барып деген сияқты бір-бірімен қарым-қатынаста болып жатса, қазірде туристерді тартатын Бұхараның ең ғажайып орны. Оң жағымызда тағы бір тарихи орын Надир Диван бегі медресесі деп аталып кеткен. Медресе 1622-23 жылдар салынған 17 ғасырдың архитектуралық сәулеті. Медреседе мешіт пен оқу залдары жоқ, әрі порталдың маңдайында мозаика мен салынған 2 бұғы және 2 самұрық құсының, сонымен бірге күннің суреті бар. Имам Күлханның уәзірі Надир Диван бегі 16-17 ғасырлардың Ләби хауыз архитектуралық ансамбліне кіретін Ханаки мен Надир хаузын қатар салдырады. Кейін керуен сарай ретінде алдымызда тұрған ғимаратты салдырған. Керуен сарайдың салтанатты ашылуы кезінде сөйлеген сөзінде хан бұл ғимаратты рухани оқу орны деп ата жіберген. Сөйтіп, ақшадан қағылған бек медресеге дейін салдырған Ханакидің сопылар келіп оқитын тегін медресені ойда жоқта дүниеге әкелген. Бірақ уәзірдің аты мұсылманды қолдаушы меценат ретінде тарихта қалған. Тарихи нысандардың көбісі мұражайға айналдырылған, кіру ақылы, ал сауда орындары керуен сарайдың бұрынғы рөлін орындап тұрғандар әрине оған тегін, оған киімді киіп көргендеріңіз үшін, ұстап көргендеріңіз үшін, қарым-қатынас жасап әңгімелескендеріңіз үшін, жергілікті жердің халқының мәдениетімен танысқандарыңыз үшін ешкім ақы сұрамайды. Біздің сол жағымызда ғажайып мүсін тұр. Жақынырақ барайық. Мүмкін біреулеріңіз таныдыңыздар, мүмкін танымадыңыздар. Шын айту керек, мен таныған жоқпын, бірақ ұқсатқам. Есекке мінген. Бұл кім болды? Егер танысаңыздар, осы видеоның астындағы комментарийға жаза кетіңіздер. Кімді көріп тұрсыздар? Кімге арналған ескерткіш? Ненің белгісі, ненің символы? Біз ары қарай кеттік. Қазір қаланың тағы бір ғажайыбын көрсеткім келіп тұр. Ол су арнасы. Қалаға су қалай әкелінген? Су арнасы осындай арықтар арқылы қолдан қазылған. Қалаға су жеткізілген. Ол сулар жаңа Ләби хауызға толтырылған. Халық осы суды пайдаланған. Қазір әрине суды басқаша жолмен әкеледі, негізгі әкелу жолы бірде, бірақ технологиясы өзге. Қазір арнаның суын ешкім пайдаланбайды. Бұл Бұқара қаласының орталығы. Осы жерден қазір ақырындап біз мына арықтың ар жағындағы үйлердің арасына кіреміз. Өзбектердің үйлері ерекше келеді. Олар жаңа медресе тәріздес, 4-1-шті қоршалады, 4-1-шті болып келеді. Сырттан ешкім іштене болып жатқанын көре алмайды. Биік қақпа, жабық, кірпішпен жабылады.
Оны Махаля деп атайды. Сол Махаляның бір көшесімен танысып өтейік. Қарап өтейік қандай. Бұл жерде Бұхараның, орта ғасырлық Бұхарадан қандай нысандар сақталған. Көріп отырғандарыңыздай, қала заманауи қаладан өзге. Жол жөнекей кездескен ерекше нысандардың ішіне кіріп шығуға тырысамыз, көруге тырысамыз. Қалпына келтіріліп атқан жерлерді көрсек, тоқталып өтеміз. Негізінен қаланың бұл бөлігі өте жақсы сақталған. Көріп отырғанымыздай, қазірде жұмыс істеп отыр. Көлікті өткізіп берейік. Алдымыздан салынған үй, бұл үй әрине ескі емес. Қазіргі заманауи салынған үй, бірақ байқап отырғанымыздай, орта ғасырлық Бұхараның сәл салтанатын жоғалтпас үшін қаланың бірегейлігін сақтау мақсатында үйлесімділікті орта ғасырлық архитектура сәулеттің негізін сақтаған. Жоғарыда террасалары бар. Бұлардың бәрі қазір қонақ үйлер, қонақ жайлар. Кез келгеннен келіп, не арнайы сайттар арқылы, немесе орын болып жатса, келіп те аралап жүріп, қалаған, таңдаған, ұнаған үйлеріңізді жалдауларыңызға болады. Махаляны аралап жүргенде аздап жаңа Бұхара жайлы мәліметпен таныстыра кетейін. Бізбен бірге қалыңыздар. Бұхараны бірге аралайық. Бұхара біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың орта шенінде іргесі қаланып, соғды тілінде Номишкат аталған. Бұхара атауы алғаш рет жазба деректерде 5 ғасырдағы Қытай жылнамасында кездеседі. Біздің заманымыздың 709 жылы арабтар басып алған кезде ол орталық Азиядағы ірі сауда және мәдениет орталығы болған. Қазірде ірі өнеркәсіп және мәдени орталық. Қаракөл өңдеу, мақта тазалау, май зауыттары, жібек, трикотаж фабрикалары, ет, сүт, шарап, тағы басқа кәсіпорындары бар. Архитектуралық ескерткіштердің саны 140-қа жуық. Біз орта ғасырдағы Шахристанның Махалясын аралап жүрміз. Мұнда сол Шахристанның ескі үйлерімен қатар жаңартылғандары және жаңадан салынған туристік қонақ үйлер бар. Қазір Махаля туристік бизнеске бағытталған. Бұхараның еврей ескі үйі 17-18 ғасырлар. Бұхара халқы бірнеше халықтан тұрады. Ассалаумалейкум. Можно, да, снять? У нас здесь музей, галерея, посвященная Павским мифам. Это узоры старинные? Это новое. Это одна часть гостиницы, а музей вообще в той стороне. Там вход платный по 25 тысяч сорок. Там музей культуры еврейского народа, да? Хорошо, спасибо. Ага. Мұражайы бөлек екен, біз барлық мұражайға кіру мүмкіндігіміз жоқ, уақытымыз тығыз. Қалалармен танысақ, жол жөнекей ерекше құрылыс кездесетін болса, ерекше ғимарат кездесетін болса, тоқталып өтеміз. Қазір Бұхараның тарихымен қысқаша таныстырып өтейін. Менде стабилизатор жоқ, экшн камера, бірақ тез жүрген кезінде сапасы білінеді. Айып етпеңіздер. Мынандай өзбектің дәстүрлі үйлері, кіруге рұқсат болса, адам кездессе ішін кіріп көріп шығамыз. Өтіп кеткен адамдардың қасынан сосын Бұхара жайлы шағын қысқаша мәліметтерді беріп кетем. Махаляның ішіне қарай кіргенде адам азаяды, дыбыс жақсы жазылады. Үйлерде осындай, үйлерде қонақ жайларға ауыстырып қойған. Мұнда назар аударайық. Көне қаланың көне үйлерінің
бөлшектері сақталған. Қазір пайдалануға болмайды әрине. Қауіпті, бірақ үйлерді сол көне орта ғасырлық Бұхараның көзі ретінде сақтап отыр. Үйлер ағаштан, кірпіштен және саманнан салынған. Кәдімгі бұрын ауылда біз үйлер сылайтын едік қой, шөптер араластырып солай сыланған. Саз балшықтан салынған үйлер. Бұхарада әлемдік ғылымға және мәдениетке өз үлесін қосқан Рудаки, Бұхара, Ибн Сина сынды ғалымдар өмір сүрген. Бұхарадағы медреселерде 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың аяғында бірқатар қазақ зиялылары білім алған. Аты аңызға айналған Бұхара бұл күндері орта ғасырлық өзінің сәулетімен таңғалдырады. Қалада бірнеше мұражайлар бар, оның ішінде Ибн Сина мұражайы жұмыс істеп тұр. Тағы бір көне ғимаратқа кездестік. Барлық ғимараттардың тарихын қысқаша айтып беру мүмкін емес. Сәулеттік ескерткіш медресе Ишони Пир 17 ғасыр. Мұнда көптеген ғимараттар төменде тұр. Бұл нені білдіреді? Бұл қазып салынған емес, Бұхараның мәдени тарихының кезеңін көрсетеді. Бұхараға 2500 жыл. Бұхарада бірнеше ұлттар, оның ішінде тәжіктер, еврейлер, өзбектер бар. Қайта-қайта айтудан жалықпаймын. Бір шебердің қолынан шыққан есіктер бір-бірін қайталамайды. Айналып жүре береміз. Оңға қарай бұрылайық. Себебі менің көз алдыма мына кірпішті ескі үй түсті. Үйлердің фрагменттерін осылай қалдыру әдейі болса керек. Өйткені бұл өткен ғасырдың тарихы сақталынған. Бұл міне байқағанымыздай көп үйлердің асты ылғалданып жатыр, кірпіштер түсіп жатыр. Себебі Бұхара қаласы сазды, балшықты жерде тұр. Су жақын. Бірнеше мәдени қабаттары кездеседі, бірақ олардың бәрі көбісі судың деңгейінің астында қалып отыр. Соған қарамастан қала аршылып, маңызды деген нысандар, объектілер, ғимараттар қалпына келтіріліп жатыр. Іргетастары жоғарыдан шығып тұрған үйлер болса, бұл үйлер сақталған. Неғұрлым терең болса, соғұрлым ғимараттың жасы үлкен. Мынандай үйлердің астында ағаш іргетастар кездеседі. Үйлердің ортасында да. Бұл ылғалды жер болғандықтан, ылғалды тартуға, құрғақ ұстауға септігі мол. Сол үшін пайдаланады. Бұхара өзінің 2000 жылдық тарихында көптеген тарихи кезеңдерді басынан өткізді. 5 ғасырда Бұхара Ефталит деген халықтың, патшалықтың қарамағында болады. 563-67 жылдары түркілер мен ефталиттердің арасында қиян-кескі соғыс жүреді. 8 күн соғыстан кейін түркілер жеңіп, Бұхара түркі қағанатының қолына өтеді. Көне түркі жазбаларында ефталиттермен болған қиян-кескі соғыста түркілерді бастап келген естеме өз ағасы Бумынмен бірге түркі халқының негізін қалаушы ретінде аталады.
Мұнда не бар екен, көрейік. Сыртқа шыға ма? Кейін жалғастырып жасалған нысан ба? Ау, здравствуйте. Саламатсыз. Ковры, летающие. Летающие? Саяхатымызды бастаған көшеден шықтық. Мұнда арт-галерея орналасқан. Су ағыстары. Антиквариат кілемдер. Қымбатты тұруы тиіс. Мен бағасын сұрамайым. Сұраған мен де оны алмайым. Олар мазасын атпайтемін. Тозған, өзген, сізге айтуы мүмкін бәлен ғасырғы кілем деп. Үшінші атасы, төртінші атасы ұстаған алдыңғы. Білмеймін, сенсеңіздер, мен енді сене бермеймін. Мүмкін 10 жыл бұрын ұсталды. Мүмкін 20 жыл өздерінікі болар, бірақ ғасырлық сақталды дегенге мен өзім сене бермеймін. Алдымызда көріп отырғанымыздай археологиялық жұмыстардың көрінісі. Бұл жерде ғажайып ескерткіш бар. Магокки Аттори, Шұңқырдағы мешіт аталып кеткен. Бұл ғимараттың орнында исламға дейін от ғибадатханасы болған. Маңайында ай базары жұмыс істеп тұрған. Базарда дәмдеуіштер мен тәттілер, дәрілік шөптер сатылған. Наурыз мейрамында зороастриялық құнарлылық құдайларының мүсіндері сатылған. Ислам орныққаннан кейін отқа табынушылардың ғибадатханасының орнына мешіт салынған. Бұл ғимараттың тарихы тереңге кетеді. Қазір бір ауыз сөзбен түсіндіре кетейін. Достар, көріп отырғандарыңыздай, қараңыздар төменге, қаншама тереңдікте жатыр ғимарат. Демек, бұл тереңдік осы архитектуралық ғажайыптың кезеңін жасын көрсетеді. Жақынырақ бар танысайық. Магокки Аттори бастапқыда 6 бағаналы 12 күмбезді мешіт болған. Көне мешіттің порталының бүйірлеріндегі қос-қостан тұрған бағандар исламға дейінгі дәуірдің жаңғырығы болып табылады. Оның сәнді порталы ойылған 2 тас бағанға тірелген доғамен айшықталған. Негізгі сәндік материал өрілген шиыршық және меандр өрнектері түрінде оюланған кірпіш. Бедерлі геометриялық ою өрнектің түрлері шебер құрастырылған. Мешіттің оңтүстік қасбетінің сән салтанаты 12 ғасырдағы Бұқара қол өнершілерінің кәсіби шеберлігін көрсетеді. Ал сәнді әшекейленген 5 кірпіш тақтай осы жердегі ислам әлемінің күші мен ұлылығын паш етеді. Марал екеуміз кешке келдік те, бірінші кеп танысқан кезімізде ұзақ кете алмай тұрдық қой. Ұзақ кете алмай тұрдық. Ризамыз. Қараймыз. Енді бұл іші мұражайы. Іші кілемдердің ізі екен. Ақылы ма? Ақылы шығар. Мақұлық. Кілемдердің мұражайы дейді. Ақылы екен. Ақылы екен. Кілемдердің мұражайы. Қаша? Жарат кетіп жүр. Кілемдердің мұражайы. Бесік алдына кілемдерді көрдік қой. Егерде арнай кілемдердің мұражайымен танысқыларыңыз кеп, Бұқара кілемдерінің тарихын білгілеріңіз келсе, 25 өзбек сомын кассаға төлеп өтсеңіздер болады. Кілемдердің Бұқараның кілемі тоқу технологиясы осы уақытқа шейін сақталған. Орта ғасырдың соңғы кезеңіне қарай Магокки Аттори кварталдық мешіт қызметін атқарады. Есігі Ләбе хауызға қараған.
Осы жаңа шығыс порталындағы жазулар мешіттің 16 ғасырда жаңарғанын байқатады. Орта ғасырлық қалалар Рабат, Шахристан және ішкі қала, яғни цитадель деп бөлінген. Рабатта әлеуметтік орта тап, қолөнершілер тұрған, керуен сарайлар, мешіт пен медреселер жұмыс істеген. Шахристанда байлар, саудагерлер тұрған, ал ішкі қалада билік, әскер басшылары, дін басшылары өмір сүрген. Ішкі қала ішкі бекіністе жатады, қамалмен қоршалған. Шыңқырдағы мешіт сол жақта қалып барады. Бұл қаладағы ең көне алғашқы мешіт. Рабат пен Шахристан кей қалаларда бірге болады, кейде Шахристан бөлек қамалмен қоршалады. Мысалы, Шымқалада Шахристанның өз қоршауы болған. Ал қаланың өзі сыртқы үлкен қамалдың ішінде жатады. Ләбихау саябағы Шахристанның шетіне қарай жатқан бөлігі болған. Бұхарадағы Шахристанның орталық алаңы Регистанға бару үшін оңға қарай жүріп, ана көрініп тұрған күмбезді керуен сарайдан өтесің. Жолда мына үйді кездестірді. Регистанның қасында биікте орналасқан жеке қамалдың ішіндегі орталық қала бекінісі цитадель бар. Оны арк деп те атайды екен. Аркте орта ғасырларда Рудаки, Ибн Сина, кейінірек Омар Хайям жұмыс істеген деседі. Бүгінде Бұхарада 2 ежелгі монша сақталған және жұмыс істеп тұр. Бірі еркектердікі, Бозори корт деп аталады. Екіншісі хамам күнжақ, әйелдер хамамы. Хамамның философиясы мен мәдениеттің тамыры тереңге кетеді. Алдымен жанның тазалығы, содан кейін тән тазалығы. Ал хамам жанды тазартып, миды тынықтырады, жаман ойлардан алшақтатады. Бозори корт хамам Бұхарада әйелдер хамамынан 200 жыл бұрын 14 ғасырда салынған. Оның реконструкциясы жұмыс істеп тұрғанына 700 жыл. Хандардың сарай кешеніне кіретін хан моншалары көпшілік ішіне кең таралып, базардың жанынан базар хамамы және кварталдарда кварталды хамамдар көптеп салына бастайды. Байлардың махаляларында көшелердің бұрыштарына шағын монша салынып, оны күнжақ хамам, яғни бұрыштағы хамам деп атайды. Әйелдердің күнжақ хамамы колон немесе кальян минаретінің қасында. Жуыну құны массажымен бірге 400 000 сом, 16 000 теңге. Реті келсе міндетті түрде хамамға барыңыз. Мұнда күнұзақ бойы жаяу серуеннен кейін тынығып, жан мен тән тазалығын үйлестіріп, орта ғасырлық Орта Азияның монша мәдениетімен танысып, жұпарлы бу және емдік шай құдіретімен серкіп қайтасыз. Бұхараға жол түсіп хамамға бара қалсаңыз, ем болсын. Ал мен осымен Бұхарадағы бірінші экскурсияны аяқтаймын. Демалатын шешінетін бөлмелер. Надо снимать, что ли? Да. Іші қатты ыстық емес, жылы, бу. Мына бөлмелер адамдар демалып жатыр. Келесі жуынатын бөлмелер, су. Келген енді бұл судың ағып кететін жүйесін зерттемек болып ашып қарап, суретке видеоға түсіріп, қайтадан орнына салғаннан кейін ол жүйе жұмыс істемей қалған. Ары қарай бармай, мен адамдар жуыну бөлмесінде жуынып жатыр. Процедурасымен бірге 400 000 теңге. Неше ғасырдан бері, 16 ғасыр, 4-5 ғасырдан бері жұмыс істеп келе жатқан хамам.